Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода дәмді қытырлақ ұсақ бауырсақтардың рецептісімен бөлісемін. 1 килограмм електен өткен ұнға сода, қант қосып араластырып аламыз. Ерітілген тоң майды құйып, жылы суды біртіндеп құйып, тығыз қатты қамыр илейміз. Қамырды 15-20 минутқа тынығуға қойып қоямыз. Тынған қамырды 6 бөлікке бөліп аламыз. Қамырдың бір бөлігін жайып аламыз, қалған 5 бөлігі кеуіп қалмас үшін бетін жауып қоямыз. Видеода көрсетілгендей кесіп алып, дөңгелектеп аламыз. Ұсақтап бір келкі етіп кесіп алып, орамалдың бетіне тізіп шығамыз. Шұңғыл қазанға майды қыздырып алып, аз-аздан ұсақ бауырсақтарды салып, үздіксіз араластыра отырып, қызартып пісіріп аламыз. Сүзгінің көмегімен майын сорғытып сүзіп аламыз. Өте дәмді қытырлақ ұсақ бауырсақтарымыз дайын. Ыдысқа салып дастарханға берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айгерім. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер.